Достар, 2025 жыл тұрақты ilgirілеу мен мағыналы өзгерістер жылына дайын болыңыз. Бұл жыл стратегиялық өсу және мұқият ilgirілеу кезеңі және сіздің практикалық табиғатыңыз сіздің ең үлкен күшіңізге айналады. Мансап тұрғысына сіз кәсіби дамудың тәтті нүктесіне боласыз. Табиғи шыдамдылығыңыз бен табандылығыңыз әсіресе жылдың орта айларында өз жемісін беруші болады. Ары қарай күтпеген табыстармен арқылы инвестициялар әлеуеті бар қаржылық тұрақтылық перспективалы болып көрінеді. Сіздің басқарушы планетаңыз Венера кәсіби қарым-қатынастарыңызға сүйкімділік пен шығармашылық әкеледі. Қарым-қатынастар мұқият шарлауды қажет етеді. Құлық байланыстар нығаяды, ал романтикалық серіктестіктер сіздің адал және негізделген көзқарасыңыздан пайда көреді. Жеке өсу теңгерімді қарым-қатынас пен эмоционалды интеллект арқылы жүзеге асады. Денсаулық пен сауықтыру біртұтас өмір салтын қалыптастыруға мүмкіндік беретін орталық орын алады. Сіздің практикалық көзқарасыңыз тұрақты өзгерістерді жүзеге асыруға көмектеседі. Жылдың екінші жартысы жеке тұлғаның кеңеюіне мүмкіндік береді. Саяхат, оқу және жеке даму ерекше назарға алынады. Торпақтар, жаңа тәжірибелерге ашық болыңыз. Желтоқсанға қарай сіз баяу және тұрақты жарыста шынымен жеңіске жететін тағы бір рет дәлелдей отырып, болашақ табысқа берік негіз қалаған боласыз. Торпақтар, қаңтар айында шыдамдылық пен стратегиялық ойлауды талап ететін аралас кезең болады. 21 қаңтарға дейін үшінші үйіңізде Марс шаян белгісі арқылы өтетін болса, мансапқа байланысты қиындықтар туындауы мүмкін. Байланыс бұл жұмыс орындағы жанжалдарды шешуге көмектесетін құпия қаруыңыз болады. Сіздің 10-шы үйіңіздегі Сатурн, Венера қосылысы көлік пен асыл тастармен байланысты бизнестегі табысты артыруға мүмкіндік беретін қаржылық жұмыс түсімді ұсынады. Инвестициялық мүмкіндіктер перспективалы болып көрінеді. Бірақ оны мұқият қарастырыңыз.